Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Мен бүгін сіздерменен Global Trend компаниясының шыққан өнімдері нано балзам жайлы айтып кетпекшімін. Бұның нано балзам өте керемет, адамға пайдалы, жақсы, нәтижесі өте көп. Маған мынандай сұрақтар келіп жатыр. Көзге тамызуға бола ма? Су ішпесек қандай болады дейді. Мен өткенде көзіме тамызғанмын деп айтқан болатынмын. Мен көзіме тамыздым. Екеуінен бір тамшыдан алып, кейін ыстық жылырақ судан 2 тамшы тамызып, барлығын араластырып, көзіме тамызғанмын. Бірінші бір көзіме тамызып, арадан 3 күн өткеннен кейін екінші көзіме тамызған болатынмын. Нәтижесі жақсы. Енді әркімнің организмі әртүрлі ғой. Нәтижесі жақсы, бірақ мен нано балзам ішіп жатқаныма 3 ай болыпты. Бұны ішкеннен кейін суды көп ішу керек екен. Суменен нәтижесі жақсы болады. Нәтижесі тез, адамға әсер жақсы тиеді екен да. Суды көп ішіңіздер, ауырмаңыздар. Менің бүйрегімде ауыратын болатын, бүйрегім қатты ауыратын. Бүйрегім ауырғанда мен бір қапталдап қисайып қалатынмын. Бүйрегіме өте жақсы әсерін берді. Суменен болады екен. Бүйрекке де жақсы әсері, жақсы пайдасы тиеді екен. Қандай ауру болса да, қай жерің ауыратын болса да, жақсы нәтижесін береді екен. Суды көп ішу керек екен. Бұл суменен жұмыс жасайды екен. Суды қандай көп ішсең, нәтижесі тез болады екен. Суды көп ішіңіздер. Күніге енді 2,5-3 литр суды ішу керек екен. Сол кезде тез әсер беріп, жақсы нәтижесі болады екен. Қай жерден алсақ болады дейді. Қай жерден алғанда, бұл Қазақстанның барлық жерінде бар, отандық өнім. Хабарласыңыздар, опистарын айтамыз. Нәтижесі жақсы. Көзіме сөйтіп тамызған болатынмын. Бұны ішкеннен кейін суды көп ішіңіздер. Суменен болады бұның нәтижесі негізі. Ауырмаңыздар. Қандай да сұрақтарыңыз болса, жауап береміз. Хабарласыңыздар. Ауырмаңыздар.